Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы парыз септік. Бүгінгі сабақта мәтіндерді салыстырып, түрлерін ажыратасың. Сөйлемдерден парыз септіктегі сөздерді табасың. Парыз септік жалғауларын білетін боласың. Балалар, мына сұрақтарға жауап берейік. Қаз, қағым, зәт. Морфология нені зерттейді? Зат есім дегеніміз не? Зат есімнің септелуі деген не? Жауабында салыстыр. Морфология сөз тұлғаларының түрленуін, бөлшектенуін, әртүрлі өзгеріске түсуін зерттейді. Зат есім дегеніміз заттың атын білдіретін сөздер. Зат есімнің септелуі дегеніміз зат есімнің септік жалғаулары арқылы өзгеруі. Жауаптарын дұрыс болды деп ойлаймын. Ал енді балалар, сендер өрт қауіпсіздігі ережелерін білесіңдер ме? Өрттің алдын алу үшін газ плитасын қараусыз қалдыруға болмайды. Электр мен газ құбырларын үнемі тексеріп отыру қажет. От жағуға арналған сіріңке оттықтарды балалардың қолы жетпейтін жерге қою қажет. Өрт болған жағдайда 101 номеріне хабарласуды ұмытпа. Балалар, өрт қауіпсіздігінің ережелерін келесі берілген мәтіндермен де біле аласың. Ойынды дәлелде. Мәтіндердің қайсысы ғылыми танымдық мәтін, қайсысы көркем мәтін екенін анықта. Алдымен мұқият тыңда. Үйден өрт шыққан жағдайда өрт сөндірушілер итті іште қалған балаларды алып шығуға жұмсайды. Осында ит Лондонда 12 баланы өлімнен сақтап қалған. Оның аты Боб екен. Бірде үй өртенді. Өрт сөндірушілер әлгі үйге келіп жеткенде алдарынан бір әйел жүгіріп шықты. Ол жылап тұрып, үйде 2 жасар қызының қалып қойғанын айтты. Өрт сөндірушілер Бобты жұмсады. Боб баспалдақ арқылы жүгіріп барып түтіннің арасына еніп кетті. 5 минуттан соң ол көйлегінен тістеп қызды көтеріп үйден шықты. Ана қызының тірі екенін көргенде қуанғанынан көз жасын төгіп құшақтай алды. Екінші мәтінді мұқият тыңда. Өрт негізінен электр желісі мен газ баллондарын дұрыс пайдаланбаудан болады. Өрт жағатын үйлерде пеш ақаулы болса, ол да өрттің шығуына себепші болады. Қолына сіріңке ұстап ойнаған балалардың абайсыздығынан өрт жиі шығады. Мәтіндерді анықта. Өзіңді тексер. Бірінші мәтін көркем мәтін екен. Екінші мәтін ғылыми танымдық мәтін. Келесі жаттығу бізде 47-ші жаттығу. Қане балалар, орындап көрейікші. Тиісті тыныс белгісін қойып, көшіріп жаз. Қарамен жазылған сөздерге сұрақ қой. Адамның киімі өртенсе, суға түскені дұрыс. Су болмаса, топыраққа аунатып, үстіне құм шашу керек. Қане балалар, өзімізді тексеріп көрейік. Қарамен жазылған сөзге сұрақ қой. Суға неге, топыраққа неге? Жарайсыңдар балалар, дұрыс орындады деп ойдамын. Кімге, неге, кімдерге, нелерге, қайда деген сұрақтарға парыз септігі жауап береді. Парыз септіктің жалғаулары ға-ге, қа-ге. Балалар, кім жылдам ойнайық. 1 минутта берілген сөйлемдерді атау, ілік, барыс септіктеріне септеп жаз. Қане балалар, өзімізді тексеріп көрейік. Бірінші суретте гүл. Атау септігінде ілік гүлдің, барыс гүлге. Екінші үй. Атау септігіндегі үй. Ілік септік үйдің, барыс септік үйге. Үшінші суретте ит. Атау септігіндегі ілік септігіндегі иттің, барыс септігіндегі итке. Жарайсыңдар балалар, тапсырманы дұрыс орындады деп ойдамын. Балалар, ендеше бүгінгі сабағымызды қорытындылайық. Бүгінгі сабақта не үйрендік, не білдік? Мәтіндерді салыстырып, түрлерін ажыратуды үйрендік. Сөйлемдерден парыз септіктегі сөздерді табуды үйрендік. Парыз септік жалғауларын білдік.
осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар балалар.